Қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет ұйғыр мантысының рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар, видеомды толықтай қарап, өз пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Бізге ең алдыменен қамырын дайындаймыз. Ол үшін ұн, салқын су және тұз қажет болады. Тұзымызды салқын суымызға жақсылап араластырып, ұнымыздың үстінен аз-аздан құя отырып, орташа қамыр басып илеп шығамыз. Достар, менің арнама тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын, және сіздер бірінші болып қарайтын боласыздар. Міне осыменен қамырымыз дайын болды. Пакетке салып, бір шетке қалдырып қойыңыздар. Кішкене қамырымыз тынып, ию қану керек. Енді салмасына кірісетін боламыз. Мен пиязымды алдын ала турап алдым. Үстіне қара бұрышымызды себеміз дәміне қарай. Және тұзымызды себеміз. Араластырып аламыз жақсылап. Еттеріңізді сіздер қолмен турап алсаңыздар да болады. Менде тартылған ет. Үйдегі адам санына қарай жасай бересіздер. Барлығын енді жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Фарштарымыз дайын болды. Осымен бір шетке қалдырып қоясыздар. Қамырларымызды арасына бір қайтарып илеп алдық. Менде видеоға түспей қалыпты. Міндетті түрде бір қайтарып илеп алыңыздар. Қамырымыздың барлығын осылай қолымыздың икемімен ешқандай оқтаудың қажеті жоқ. Жақсылап жайып шығамыз. Кесуге ыңғайлы етіп, барлығын осылай ұзынша етіп кесіп аламыз. Сіздерде жасап көріңіздер достар, міндетті түрде. Бір жасағанда мінсіз болып шығады. Өте дәмді болып шықты тағамымыз. Ұнайтынына сенімдімін. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Қамырларымызды осылай кесіп аламыз және дөңгелек форма жасайтын боламыз. Барлық қамырларымызды дәл солай етіп кесіп алып шығамыз. Міне дөңгелек етіп жайып шығып жатырмын. Барлық қамырларыңызды солай жайып аласыздар. Дайын болған соң қамырларымызға шетінен салмасын салып, осылай екі қолымыздың икемімен жақсылап бетін басып түйіп шығасыздар. Ең шетін қысып аласыздар бірінші ішіне қаратып. Және екі шетінен кезек-кезек қысып шығасыздар. Түйілуі өте оңай. Барлығын дәл осылай түйіп аласыздар. Осы уақытта суларыңызды қойып қойыңыздар. Мантываркаларыңыздың кастрөліне құйып. Түйіп болған соң уақытқа қарап қойып қоямыз. Міне тағы біреуін көрсетіп жіберейік. Бір қолымыздың икемімен жақсылап екі шетінен қамырымызды алып отырып түйіп шығасыздар. Дайын болған мантыларымызды мантываркамыздың осындай табақтарына астына май жағып орналастырып аламыз. Арасын ашып-ашып орналастырасыздар. Және бетін кішкене жұқалап, сұйық май иіссіз болу керек. Сұйық май жағып шығамыз. 40 минутта пісіп шықты. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай. Асты ешқандай да жабыспайды. Өте керемет, сочный болып шықты. Сіздерге де ас болсын. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, пікір білдіріп отырыңыздар. Арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қолдау білдіріп отырыңыздар. Және осы рецепт ұнаса, достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.